Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде көңілділер мен тапқырлар өз ішінде мықтыны анықтауда. Оқу ошағында КВН ойындарының жартылай финалы өтті. Ойынға 6 факультеттен 8 құрама қатысуға ниеттеніпті. Университет басшылығының сөзінше, қатысамын дейтін командалар мен олардың өнерін тамашалаймын дейтін көрермендердің саны жылда артады екен. Радует, что у ребят творчество, оно. Балалардың КВН ойындарына қызығушылық танытып жатқандары ұнайды. Олар мұны тек ойын деп қарамай, көрермендерге көңіл күй сыйлап жүргендері қуантады. Студенттердің шығармашылыққа бет бұрып жатқандары осыдан көрінеді. Әділқазылар алқасының құрамында студенттік кезінде КВН ойындарына белсенді қатысқандары жетерлік. Солардың бірі Руслан Елжанов. Сөзінше, аталмыш ойындарға жыл санап жастардың қызығушылығы артып жатқаны қуантады. Молодые люди раскрывают. КВН арқылы жастар ашылады, үлкен өмірге жолдама алады, көп нәрсені үйренеді деп айта аламын. Құрамалардың қазіргі ойындары бізге ұнайды. КВН ойындарының өткен жылғы чемпиондары Феникс құрама командасы биылды есемізді жібермейміз деп отыр. Аталмыш команда жаратылыстану және дене шынықтыру факультетінің атынан шығып отыр. Феникс это только Феникс құрамасы бұл университетішілік команда. Өткен жылы чемпион атандық. Бүгінде жақсы ойын көрсетеміз деп ойлаймыз. Жалпы КВН ойындары 4 сайыстан тұрады. Жартылай финалдық ойындар нәтижесінде 4 команда финалға жолдама алатын болады.